Бүкіл еліміз ғылым техникада жаңалық ашуда орасан зор табыстарға қол жеткізіп отыр. Жыл жылдардан бері автономиялы районымызда мемлекеттің және Шинжаңның ғылым техникада жаңалық ашу қызметін тездету маңызды стратегиялық орналастырулары мен қол жеткізген табыстарын өзек ете отырып, ғылым техникада жаңалық ашып, құнды тәжірибелерді қорытындылап, жасампаздығы ашуды алғы шарт ететін қоғамдық тамаша бір салт қалыптастырып отыр. Сонымен бірге көптеген салаларда тамаша жетістіктерге қол жеткізіп, ғылым техникада жаңалық ашу қызметі тың бір өрлеуге көтеріліп отыр. Қоғамның орнықтылығы мен баянды тыныштық басты нысанасын арқау ете отырып, ғылым техникада жаңалық ашудың, ғылым техника жетістіктерін табысқа айналдырудың жарқын бетбейнесі әзірленіп отыр. Сонымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде бізде осы ғылым техникада жаңалық ашу жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Ең әуелі менің жанымда отырған бұл жігітпен танысайық. Біздің құрметті қонағымыз Тілек Дүйсенұлы. Тілек өзі бір қанша тапқырлықтар жаратып, оны патентке жолдап, осы жағында, жаңалық жарату жағында құлшыныс жасап жүрген жаңалыққа жаны құштар жастардың уәкілі ретінде бүгінгі студиямызға келіп отыр. Сонымен бірге ғылым техникада жаңалық ашуда нелерге көңіл бөлу керек, қалай дамыту керек деген сияқты бір көкейтесті сұрақтарында ала келіп отыр екен. Ендеше ең алдымен сөзіміздің кезегін Тілек өзіңізге берейік. Қазір Үрімжі қаласы Абай Қуыршақ билік институтында сонда студентпін. Осындай еліміздің жаңағыдай тиімді саясаттарына ғылым техниканы дамытуды жолға қойғаннан бастап, жаңағыдай әрбір мектепте осындай техника дамыту өрістетіліп, екінші сабақхана құрылған. Сол кезде бізге екінші сабақхана кезде жаңағыдай жаңалық жасау жаңағыдай бір көптеген бізге нәрсе орай болды. Сол кезде мен өзім бір қанша өзім ойымнан жаңағыдай бізге қажетті жасағам. Ең әуелі өзімнің бір қанша тапқырлықтарын таныстыра кетейін. Бірінші өзім мал шаруашылықтың баласымын. Содан кейін ауыл шаруашылыққа қатысты мен бір жаңалық ойлаған болатын. Ол болса қос энергиялы аяқ жылды пар болатын. Ол жаңағыдай қаладағы және ауылға да істете беруге болатын. Сондай ма? Аяқ жылды пар. Заманауи айтқанда, өз сөзімді айтқанда миш қой. Жаңағыдай. Ол кәдімгідей ток көзіне суға бересіз, жаңағыдай ауыл шаруашылық және қаладағы ток кернеуіне 36 ваттық және 12 ваттық ток кернеу бар ғой, неме істетілетін. Соның ішінде жаңағыдай ток көзіне 8-де 15 минут ток көзіне суға сұққаннан кейін барып, бізге 4-те 5 сағат жылу шығарып береді. Бұның жаңағыдай жылу шығару ерекшелігі жаңағы қалада болсын, идара орнында мұғалімдар жаңағыдай үстел орнында отырады, сол кезде аяғына жаңағыдай су өту жағдай болады. Сол кезде аяғына қойып отыруына болады жаңағыдай қыздардың. Жаңағыдай шаруашылықта болатын болса, жаңағыдай малшы диқан кісілердің жаңағыдай қысты қарлы боранда аяқ қолдары су болып келіп, жаңағыдай мешке шақай бақтырып кетпей қалады. Сол кезде жаңағыдай 4-те 5 сағат жылу шығарып тұрады дедім ғой. Соң барып жаңағыдай шақай бақтарын кептіріп қоюына болады жаңағыдай. Және бір ағындай осы медициналық жөнінен айтқанымызда, қыздыруға болатын көптеген нәрселер бар. Мысалы, ревматизмдарға қыздыруына жаңағыдай неметуіне болады, қол-аяқ қақсағандарға ыстығын өткізуге. Сондай енді біреуі қазір біздің қалада жаңсаның көбеюіне байланысты мына қабат ғимараттардың биіктеуі көбейіп келе жатыр. Сонда біздің қазіргі сол биіктеуіне байланысты және өрт туылу жағдайы өте көп болады. Сол көп болған кезде оның негізгі туылу себебі не десең жаңағыдай тамдағы мына тойлау дейміз ба, ызбашак. Содан ең тез жанады екен. Сол біздің жаңағыдай құтқару жабдықтары бар, бірақ жаңағыдай ол өрт өшіру краны ғой. Сондай сатымен шығып бір қабатқа қарап кетсе, анау тек қана саты бір терезеден барып сол адам түспейінше жаңағыдай қозғалуға келмейді, жаңағыдай құлап кетеді деген сияқты. Сондай жағдай кезде жаңағыдай бір неме қабат өрт кетсе, жаңағыдай бір соны ойластырып мен бір өрттен сақтану сандығы. Ішіне адам от түсуіне болатын бәрі. Салмағы және адам сиятындай кебежесі. Адам сияды, ішіне бір тонналық салмақты көтере алады. Өрттен сақтану сандығы. Өрттен сақтану сандығы. Содан кейін жаңағыдай бір терезеден мына түзу кеп, жаңағыдай сол қатардағы 2-3 қабат болса, соның жаңа үстіңгі, сол қатардан адамды алып құтқарып кетуіне болады. Жаңағыдай кәдімгі анүйден анүйге өткен сияқты табалдырық сияқты қауіпсіз ішіне кіріп кете аласыз. Ішінде жаңағыдай қауіпсіздігі жоғары, жаңағыдай ішінде оттегі де бар деген сияқты жүре беретін. Сол сияқты тапқырлықтар жасап жатқан. Мына ойламы қазіргі осы 21-ші ғасырдағы біз үміт еткен жастарда болатын бір жақсы қасиетті көріп отырмын. Жастарға болған талабым. Жастарда жасампаздық рух болу керек. Одан кейін жасампаздықтан ар жағын кәсіптенуге апаратындығы бұл өте белсенеден белгілі. Бірақ бұған көптеген сіз үйренген ғылым негіз болып отыр. Бірақ барлық жастар ол ғылымды үйреніп, сен сияқты жаңағы жылулықтан сақтанды, немесе орта апатынан сақтанды. Қалай одан қорғану жөнінде оның көптеген физикалық, энергиялық қасиеттерінің негізі бойынша жасап отырсың. Бұл негізгі білімдердің саған берген пайдасы. Енді соның үшін барлық жастарда
тірек сияқты бауырымыз сияқты осындай рух болатын болса, онда қазіргі біздің партия халық өкіметтің жастардан күтіп отырған үміті жасампаздық. Ал жасампаздықтың арт жағы кәсіптену. Ал енді кәсіптенудің арт жағы өзіміздің қоғамдық игілігін жарату. Гүлбира, ендігі сөзіміздің кезегін өзіңе берейік. Автономиялық райондық ғылым техника меңгермесінде жұмыс істейсің, иә? Жаңа Тілектің де әңгімесін тыңдап отырсың. Сенбай мұғалімнің жоғары бағасын да тыңдап өттің. Негізі тағы да осы баланың негіздік білімі күшті екен деп отыр. Бұл енді ұстаздың беріп отырған жоғары бағасы. Әмәлиятта осындай бір жақсы табыстарға жету үшін әрине назариялық біліммен қарулану керек шығар. Мысалы, Тілектер үшін сондай назариялық білімдердің маңызы қаншалық деп ойлайсың? Менше болғанда назария менен осы әмілияттың байланысы өте зор деп ойлаймын. Енді осы Тілек сияқты жастарға айта кетерім, болса өздерінің назариялық білімдерін көбірек үйренсе, өзінің үйренген назариялық білімдерін әмілиятқа айландырып. Енді осы әзіргі қоғамымызда осы Тілек сияқты жастарға айтатын енді егер өзінің ойы бар болса, жаңалық, осыны батыл түрде барып, соны істеу керек, соны ойлау керек, оны әмілиятқа асыру керек.